Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер ме құрметті менің бірінші сынып оқушыларым? Сендер биыл мектепке барасыңдар. Сендер көптеген білім алатын боласыңдар. Ал сол білімді алуға сендер дайынсыңдар ма? Олай болса, біз сендермен осы марафонда негізгі екі пән, сауатташу пәні мен математика пәнін қайталап өтетін боламыз. Сендермен бірге менің аты жөнім Шұғыла Саятқызы. Сендермен бірге бір жұма болатын, бір жұмада неше күн бар? 7 күн бар. Осы 7 күн сендермен бірге болатын мен Шұғыла Саятқызы. Ал балалар, бірінші сабағымыз сауатташу пәні болғандықтан біз әріптер мен дыбыстарды өтетін боламыз, балалар. Қараңдаршы, мынау балалар қазақ әліпбиі. Қазақ әліпбиі А дыбысынан басталады, Я дыбысымен аяқталады. Ал сендер балалар, А дыбысының қалай айтылатынын білесіңдер ме? А дыбысы ол жуан болып, ол ұзақ айтылады, мысалы қатты айтылады, А деп. Сондықтан да ол балалар, мына шетінде қызыл үйді көріп тұрсыңдар ма? Сондықтан да ол қызыл үйде өмір сүреді. Өйткені А дыбысы дауысты дыбыс, балалар. Ал енді балалар қарай қойыңдаршы, Адан басталатын мына жерде тұрған суреттерді атап жіберейікші. Алма. Мынау не? Аю. Асық. Мынау ат. Дұрыс айтасыңдар балалар. Анау жерде ананас тұр. Осы суреттердің барлығы А дыбысынан басталады. Ал А дыбысын қараңдаршы. Мына жерде қызылмен тіп-тік болып жазылып тұр. Мына жерде қарамен көлбеу, қисықтау болып жазылып тұр. Былай қарай жатып тұрған сияқты, балалар. Бұл дегеніміз балалар, әріптер мен дыбыстар екі түрлі жазылады. Біреуі дәптерде, біреуі кітапта, яғни оқулықтарда. Оқулықтардағы жазылған әріптерді біз баспа түрі деп айтамыз. Ал дәптерге қаламсаппен өзіміз жазған кезде біз оның жазба түрін жазамыз, балалар. Сонымен қазір А дыбысының, А деген дауысты дыбыстың жазылуына қарайық, балалар. Міне қараңдар. Жол дәптері, біз сендер кішкентай қисық жол дәптерге жазасыңдар, немесе тышқан жол дәптер деп айтады. Сол жолдың дәптерінің астыңғы жағындағы сызығынан бастап, жоғары қарай тік сызық сызамыз да, үлкен жолдың ортасына келгенде тоқтап, төмен қарай тік сызық сызып, аяғын бұрамыз. Сосын ортасындағы сызығын сызамыз. Ал кішкентай жазатын болсақ, кішкентай жолдың кішкене жоғарғы жағына қаламсапты қойып, солға қарай дөңгелетіп сызып, кішкентай жолдың астыңғы жағына келгенде, қолымызды бұрып, қайтадан үстіге қарай жүріп, жаңағы бастаған жерімізге әкеп тоқтаймыз. Қолымызды аламыз, қасынан көлбеу тік сызық сызып, аяғын бұрып, кішкентай жолдың ортасына келгенде аяқтаймыз. Бұл кішкентай А дыбысы. Қане балалар, енді осы А дыбысы мен Ә дыбысының жазылуын, дыбыс деген ол айтылған кезде дыбыс болады, жазған кезде біз оны әріп дейміз. Ендеше осы А дыбысының жазылуын, яғни әріпін жазып көрейік, балалар. Қане, менімен бірге ауада жазып көріңдер. Кішкентай Аны жазамыз. Түсінікті ме? Тағы жазып көрейік. Тамаша. Ендеше балалар, сонымен сендер А әріпімен дыбысын таныстыңдар деп ойлаймын. Олай болса балалар, бәріміз қаны А дыбысын айтып көрейік. 1, 2, 3. А. Көрдіңдер ғой? Енді бәріміз балалар қолымызды бетекші. Қане, қазір біз қолымызды шапалақтаған кезде әр сөзге қарай қолымызды шапалақтаймыз. Мысалы, ана жерде көріп тұрған ананас, ананас деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Ананас. Неше буын бар, балалар? 3 буын бар. Ал алма деген сөзді буынға бөліп көрейік. Алма. Неше буын бар, балалар? Қолымызды 2 рет шапалақтады, ендеше 2 буын бар. Аю. Аю. 2 рет шапалақтадық, ендеше 2 буын бар. Асық деген сөзді буынға бөлеміз. Асық. 2 буын бар. Ал мынау тұрған не? Ат. Қане, ат.
Олай болса, ат деген кезде біз бір ақ жапаладық, ендеше бір буын бар екен балалар. Жақсы. Сонымен әліпбидің бірінші әріпі А дыбысымен біз таныстық, оның қалай жазылу керек екенін де білетін болдық. Енді балалар қараңдар, мына жерден сендер көк үйді көріп тұрсыңдар. Бір көк әріпті көріп тұрсыңдар. Сендер білетін де шығарсыңдар, бұл қандай әріп? Иә, мына суреттерге қарап біліп қойдық, иә? Ол Т әріпі. Т әріпі балалар қараңдаршы, Т-дан басталатын мынау тұрған не? Шаш тарайтын. Тарақ. Ал мынау тұрған ортадағы не? Ол сабақ оқығанда жазатын тақта, иә? Ал жақсы. Ал мынау тұрған торғай. Ал осы үш суретте қай әріптен басталып тұр? Т-дан басталып тұр. Жақсы балалар. Олай болатын болса, ана қасындағы Т дыбысының жазылуына қарайық. Мынау бізде баспа түрі болса, мынау әрине жазба түрі. Жазба түрінің жазылуына мән беріп қарайықшы балалар. Жазба түрін жаңағы түсіндіргендей тағы да түсіндіріп кетейін сендерге. Үлкен жолдың үстіңгі ортасына барып, қаламсапты қоямыз да, төмен қарай тік көлбеу сызық сызып, кішкентай жолдың астында жоғары қарай иемізде тоқтаймыз. Қолымызды көтеріп, екінші сызығын сызуға кірісеміз. Екінші сызығын тік сызықты сызып, кішкентай жолдың астыңғы сызығына әкеп тоқтаймыз. Үшінші сызығын үлкен жолдың ортасынан бастап, тік көлбеу сызық сызып, аяғын сол оңға қаратай сәл бұрамыз. Ал енді мына жерде шапкасы дейді, яғни басында қалпағы. Сол қалпағын сызған кезде үлкен жолдың ортасынан бастап, бітіп сәл дөңгелете бұрып келіп, тік сызық сызамыз. Бұл үлкен Т дыбысы балалар. Ал мынау кішкентай Т дыбысы. Кішкентай Т дыбысын қараңдаршы, ол кішкентай ғана жолдың ішінде жазылып тұр, иә, кішкентай ғана. Ендеше ол кіші әріпі. Т әріпін кәні жазып көрейік. Кішкентай жолдың үстіңгі жағынан бастаймыз, төмен қарай тік көлбеу сызық сызамыз, ілмек сызық сызып, кішкентай жолдың астыңғы жағына тоқтаймыз. Екінші ілмек сызығымызды бастаймыз, оны тік көлбеу сызық сызып келе жатып, кішкентай жолдың астыңғы жағында тоқтаймыз. Міне балалар, Т дыбысын балалар осылай жазады екен. Ал енді балалар, Т дыбысын айтып көрейік. Т. Көріңдер ме? Т дыбысы қысқа айтылады. Ал мына жерде 3 Т жазылып тұр. Кәне, Т деп айтайық. Т. Жақсы балалар. Сонымен балалар, біз үшінші әріпті өткелі жатырмыз. Үшінші әріп П дыбысы екен. П дыбысы көк үйде тұрады екен. П дыбысының жазба түрі міне бұлай жазылады, кешіріңдер, баспа түрі бұлай жазылады, яғни кітапта. Ал жазба түрі міне Т әрпіне ұқсас жазылады екен балалар. Ал қарайықшы, мына жерде тұрған ненің суреті? Парта. Мына жерде тұрған ненің суреті? Піл. Мына жерде доп тұр, иә? Парта мен піл П дыбысынан басталады, ал доп П дыбысына аяқталады балалар. П дыбысы көк үйде тұрған себебі, ол созылмайды, ол қысқа айтылады. П деп. Қане барлықтарың айтып көріңдер. П. Көріңдер ме? П деп айтқан кезде біз А деген сияқты созып айтпаймыз. П деп қана қысқа айтамыз. Сондықтан да ол балалар дауыссыз дыбыс. Ал балалар қараңдар, дауыссыз П дыбысының дәптерде жазылу үлгісі. Қаламсабымызды алып, осы жазуды үстіне ауада қайталайық. Үлкен жолдың жоғары жағына барып қаламсапты қойып, төмен қарай тік түзу сызық сызып, аяғын сәл бұрып барып тоқтаймыз. Қолымызды аламыз. Екінші сызығын сызу үшін үлкен жолдың ортасына барып, қолымызды қойып, тік сәл көлбеу сызық сызып, кішкентай жолдың аяғына барғанда аяғын бұрамыз. Үстіне қалпағын,
яғни шапкасын кигіземіз. Бұл үлкен П әріпі. Енді кішкентай П әріпін жазайық. Кішкентай П әріпі, кішкентай жолдың үстіңгі жағынан бастаймыз, төмен қарай тік сызық сызамыз да, қолымызды алып, жаңағы сызған сызықтың сәл жоғарғы жағына, ортасынан жоғары қарай қолымызды қойып, ілмек, ирек сызық жасап, аяғын бұрып, кішкентай жолдың ортасында аяқтаймыз. Міне бұл П дыбысы. Қане бәріміз ауада жазып көрейік. Енді кішкентай П. Қайтадан жазамыз. Көрінбей қалды ма? Қайтадан. Үлкен П. Кішкентай П. Жақсы балалар. Олай болса, П деп қане бірге айтайық. П. Жақсы балалар. Ал енді қараңдар, П дыбысына байланысты суреттерді буынға бөлік суреттердің аттарын айтайық. Бірінші тұрған бізде парта. Қане? Парта. Неше буын? 2 буын. Екінші суретте тұрған піл. Неше буын? 2 буын, дұрыс балалар. Үшінші тұрған сурет бізде доп. Қане буынға бөлеміз? Доп. Неше буын? 1 буын. Жақсы балалар. Біз сендермен Т дыбысына байланысты суреттерді тарақ, тақта, торғай буынға бөлмеппіз. Қане соны есімізге түсіре отырып буынға бөлейік. Тарақ. Неше буын? 2 буын. Тақта. Неше буын балалар? 2 буын. Ал торғай. Ол да 2 буын. Ал енді балалар, бәріміздің аузымызда не бар? Тіс. Тіс деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Тіс. Бірақ буын бар, тіс. Бірақ рет шапалақтадық. Сонымен балалар, біз сендермен сендермен біз бүгін Т, одан кейін П әріптерін өттік. Сендер ұмытып қалмайсыңдар ма? П, Т. 3 әріпті ұмытып қалмас үшін осы видеоны қайталап, қайта көріп шығыңдар балалар. Сонымен балалар, сау болыңдар. Қазір мен сендерге үй тапсырмасын жіберетін боламын. Сау саламатта болыңдар. Келесі кездескенше.